Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен сіздерге қазір 1 минутте Қазақстанның егемендігі жоқ екенін дәлелдеп беремін. Әйел жұртына айтпаймын, еркектерге айтамын. Осы видеомды кім қарап жатыр? Ертең қаншама еркектер бар Қазақстанда. Барып дүкенге қазақша нан сұраңдаршы. Тек қана нан емес, темекіге барасыңдар. Ұлтқа қарамастан, орыс болсын, кәріс болсын, келіп қазақша маған темекі, күріш, қазақша сұраңдаршы. Соны видеоға түсіріп, маған жекеме жіберіңдерші. Мен WhatsApp нөмірім. Менің нөмірім +380 680 25 27 25. Көреміз қанша адам жібереді. Сонда қанша адам қазақша нан сұрай алады басқа ұлттан Қазақстанда. Соны көресіңдер, егемендігіміз бар ма, жоқ па? Қараңыздар, орыстар, Қазақстан орыстар бәрі өз ана тілінде келетті. Ол орыс ұлты келетті, қазақ тұрса, ол ойламайды, мынау қазақ орысша біле ме, білмей ме. Он намысы бар да, келетті: здравствуйте, дайте мне хлеб, молоко, 2 пачки сигарет. Болды. Ол қазақша ешқашан сұрамайды. Ал қазақтар келетті, 1000 рет ойланады. Мен қазір сұрасам ұрсады, заң, анау, мынау деп 1000 сылтау табады. Неге? Өйткені ол білет, егемендігі жоқ екен. Осыған сенбесеңдер, егерде шынымен қуат, өтірік айтпа, мен жүрген жерде қазақша талап етемін, сұраймын. Біз егеменді елміз. Кім солай айтады, маған жіберіңдерші, мен WhatsApp нөміріме. Сондай бір видео жіберіңдерші. Су кезінде түсінесіңдер, Қазақстан егеменді ел ме? Сонда түсінесіңдер де, сендер бодан, Ресейдің бодан ел екен. Су кезінде түсінесіңдер. Өйткені барып онда видео түсіре алмайсыңдар. Қорқасыңдар. Орыстар өз ана тілінде сөйлейді, Қазақстанда жүріп. Ал қазақтар қазақша сөйлеуге қорқады. Сондықтан, егерде менің сөзім өтірік болса, видео күтем қысқасы. Еркектер